Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Сабақ тақырыбы Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызы, Асан атаға хат. Сабақ мақсаты эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтайсыздар. Қымбатты балалар, сіздер өткен сабақта аңыз әңгіме жанрымен, соның ішінде Асан Қайғының өмірбаяны және жерге айтқан сыны атты әңгімесімен таныс болдыңыздар. Аңыз әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтадыңыздар. Ал бүгінгі сабағымызда автор бейнесін анықтаймыз. Автор бейнесін қалай анықтауға болады? Шығарманы баяндау стилінен, диалогтар мен монологтерді беру үлгісінен, экспрессив, эмоционалды сөздерді қолдануынан тануға болады. Экспрессивті, эмоционалды сөздер деген не? Экспрессия латынның көркемдеуші, бейнелеуші деген сөзінен алынған. Метафора, метонимия, әсірелеу, синекдоха, теңеу, эпитет, дыбыстық қайталамалар жатады. Кейіпкерлерді мінездеу, сөйлету, портрет жасау, табиғат көріністерін суреттеу. Осының бәрінде бейнелеу тәсілдері қолданылады. Эмоционалды сөздер деген не? Адамдардың көңіл күйі және белгілі бір құбылыстарға қатысы, ол құбылыстарға қалай қарайтыны жайындағы сөздер. Оқшау сөздер, тұрақты тіркестер, ауыспалы мағынадағы сөздер эмоционалды сөздерге жатады. Біз оқшау сөздерді, тұрақты тіркестерді және ауыспалы мағынадағы сөздерді қазақ тілі сабағынан өткен болатынбыз. Солай емес пе? Экспрессивті сөзге жататын гипербола, әсірелеу туралы алдыңғы сабақта өттік. Бүгін теңеу және эпитетпен танысамыз. Теңеу дегеніміз не? Екі затты не құбылысты салыстыра отырып, әдеби көркем түрде айту. Теңеу дай-дей, тай-тей жұрнақтар арқылы және секілді, сияқты шылауларының тіркесу арқылы, кейде ша, ше жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, шиедей ерін, түйе секілді кескін, бұлбұлдай дауыс. Эпитет дегеніміз не? Заттың яки құбылыстың ерекшелігін, айрықша белгісін, қасиетін, сыр-сипатын бейнелі түрде танытатын айқындаушы сөз. Мысалы, қызыл алма, алтын аймақ, қоңыр дауыс. Балалар, біз өз қоржынымызды әдебиет теориясымен толтырған болсақ, сәйкесін тап әдіс бойынша тапсырма орындайық. Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызының тегін анықтаңыз. Эпос па, лирика ма, драма ма? Аңыз әңгімені бізге баяндаушы кім? Асан Қайғы ма? Халық па, мұғалім бе? Аңыз әңгімені автор нешінші жақтан баяндайды? Бірінші жақтан, екінші жақтан, үшінші жақтан. Бағалау критерийі: аңыз әңгіме стилін, яғни тілін айқындайсыздар. Дескрипторы: сұрақтардың дұрыс жауабын сызықшамен сәйкестендіру арқылы автор бейнесін анықтайсыздар. Сәттілік балалар, тапсырманы ұқыпты орындаймыз. Рахмет, бәрекелді балалар. Егер біз тапсырманы орындап болған болсақ, өз жауабымызбен дұрыс жауапты салыстырып көрелік. Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызының тегі эпос. Аңыз әңгімені бізге баяндаушы халық. Аңыз әңгімені автор нешінші жақтан баяндайды? Үшінші жақтан баяндайды. Рахмет балалар. Олай болса, кезектескен сызықтар әдісі бойынша тағда тапсырма орындаймыз. Бірінші, Асан Қайғы желмаясына мініп, қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын қоныс болар жерұйықты тапқысы келеді. Тіл білімінде асты сызылған тіркес қалай аталады? Екінші, ей аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер деп жүріп кетіпті. Осындағы қаратпа сөздің астын сызыңыз. Үшінші, Әулиеатаның батысындағы жуалы жерін көргенде, жерің семіз, шөбің шүйгін, қарың мол, топырағың май екен, қадіріңді егін салған ел білер депті. Асты сызылған сөз әдебиет теориясында
қалай аталады? Төртінші, ай жанарыстан, жырымдай суға бола шетте қалдың-ау, есіл ерім-ай деп бір төбеге келіп жылап тұрған екен. Осы сөйлемдегі теңеудің астын сызыңыз. Бағалау критерийі: шығарманың бейнелі тілін талдайсыздар. Дескрипторы: берілген үзінділермен жұмыс жасау арқылы шығарманың тіл көркемдігін талдайсыздар. Іске сәт балалар, тапсырманы мұқият орындаймыз. Рахмет, бәрекелді балалар. Егер біз тапсырманы орындап болған болсақ, өз жауабымызбен дұрыс жауапты тағы да салыстырып көрейік. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын деген асты сызылған сөз тіл білімінде тұрақты тіркес деп аталады. Екінші, ей аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер деген сөйлемдегі қаратпа сөз ей аспара. Үшінші, Әулиеатаның батысындағы жуалы жерін көргенде, жерің семіз, шөбің шүйгін, қарың мол, топырағың май екен, қадіріңді егін салған ел білер деген сөйлемдегі асты сызылған жерің семіз, шөбің шүйгін, қарың мол, топырағың май деген сөздер әдебиет теориясында эпитет деп аталады. Ай жанарыстан, жырымдай суға бола шетте қалдың-ау, есіл ерім-ай деп бір төбеге келіп жылап тұрған екен. Осы сөйлемдегі теңеу сөз жырымдай су. Бәрекелді балалар. Ал енді РАПТ әдісі бойынша тағы бір тапсырма орындаймыз. Аңыз әңгіме мазмұны негізінде автор стиліне сүйене отырып, Асан атаға өз туған жеріңіз туралы 5-6 сөйлеммен хат жазыңыз. Рөлде оқушы, аудитория Асан ата, пішін хат, тақырыбы менің туған жерімнің сыны. Тірек сөздер: сәлеметсіз бе? Сіз жерұйықты іздеп. Мен өз туған жерім туралы. Сізге ұқсап. Туған жерімнің табиғаты. Мақтанамын. Бағалау критерийі: автор стиліне сәйкес кейіпкерге хат жазасыздар. Дескрипторы: автор стиліне сүйене отырып, үшінші жақтан баяндау әдісімен 5-6 сөйлеммен хат жазасыздар. Хат мазмұнында теңеу, эпитет, оқшау сөздерді қолданасыздар. Сәттілік балалар. Тапсырманы ұқыпты орындаймыз. Рахмет, тамаша балалар. Біз Асан атаға өте мән-мағыналы мазмұнды түрде хат жаздық қой деп ойлаймын. Оған мен сенімдімін. Балалар, біз бүгін Асан атаның жерге айтқан сыны аңызының стилін, тілін айқындап, шығарманың бейнелі тілін талдадық. Асан атаға өз ойымызды ашып, хат жаздық. Солай емес пе? Олай болса, үй жұмысын аламыз. Экспрессивті, эмоционал сөздер дегеніміз не? Теңеу, эпитет туралы не түсіндіңіз? Асан қайғы туралы басқа аңыздарды іздеп тауып оқисыздар. Осыменен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.